Армысыздар, Жаңаөзен жаңалықтары өз жұмысын бастайды. Студияда Бекзат Айдарбаев. Алдымен аңдатпа. Қала әкімі Мақсат Ибағаров жауапты мамандармен бірге құрылыс нысандарын аралады. Қарағия ауданының аумағында этноауыл жобасы іске асырылады. Қазақстан әскерінің Тәжік ауған шекарасынан шығарылғанына 20 жыл толуына орай каратэ-додан ашық турнир өтті. Енді осы және өзге де жаңалықтар туралы толығырақ. Қала әкімі Мақсат Ибағаров жауапты мамандармен бірге бірқатар нысандарды аралады. Олар алдымен құрылысы былтыр басталған ғимараттарға бас сұқты. Қала басшысы мердігер мекемелердің атқарып жатқан жұмысымен танысып, құрылысының сапасына мән беру керектігін баса айтты. Жауапты мамандарға тиісті тапсырмалар жүктеп, жұмыстың сапасын жеке бақылауда ұстайтынын жеткізді. Әкім бастаған топ алдымен жедел және шұғыл медициналық жәрдем станциясы ғимаратының жұмысын тексерді. Құрылыс жұмыстары 2020 жылдың қараша айында басталған. Мұнда электр желілері мен кәріз жүйелері, су құбырларын тарту шаралары аяқталған. Сонымен қатар ішкі есіктер орнатылып, ақтау ісі толықтай біткен. Алдағы уақытта сырлау жұмыстарымен қоса айналасына асфальт төселіп, жиектас орнатылады дейді мамандар. Аталған нысан биыл наурыз айында қолданысқа беріледі деп күтілуде. Қаражат әлде де бөліну керек. 96 миллион теңге қаражат бюджетті қарастырылса, біз өз уақытымызға заманауи жедел жәрдем құрылысын бітіреміз. Былтыр Шаңырақ шағын ауданы Достық көшесі 12-ші үйдің тұрғындары газ мәселесін шешіп беру бойынша қала әкімінен көмек сұраған болатын. Осы бағытта қалалық құрылыс бөлімі жоба жасақтап, аталған мәселеге қатысты тиісті жұмыстар атқарған. Бүгінде бұл үйге газ құбыры толықтай тартылды. Енді Қазтрансгаз аймақ мекемесімен құжаттандыру бойынша келіссөздер жүргізіліп жатыр. Тұрғындар мәселенің оң шешімін тапқанына дән риза. Барлық үйде осындай қойылды. Менің әкесінің берген предписаниесімен осылар жасады. Барлық үйде бұрын болмаған осындай жасап қойды. Қала басшылығы барған үшінші нысан Рахат ауылында бой көтеріп жатқан мәдениет үйі. Естеріңізде болса, орталықтың құрылысы 2020 жылы басталған еді. Қазіргі уақытта мұнда ішкі әрлеу сырлау аяқталып, едендер төселуде. Ал сыртқы жұмыстары наурыз айынан бастап қолға алынады. Сондай-ақ су құбырлары мен тоқ желісі тартылып тұр. Жалпы құрылыстың толық аяқталуы мамыр айына жоспарланып отыр. Директорлықтың басшылар секілді. Содан соң арнайы топ нөмір 20-ші орта мектеп жанында орналасқан Кендірлі ауыл әкімдігінің ғимаратына барды. Ерекше безендірілген ғимараттағы жұмыстардың жүзеге асуына мамандар дизайнерлердің көмегіне жүгінген. Мемлекеттік қызметтер тұрғындарға барынша ашық әрі қолжетімді болу үшін әкімдік үйі Open Space форматы бойынша жасақталған. Яғни бөлім басшылары мен қызметкерлер жабық кабинетте емес, ашық бөлмелерде отырады. Жұмыс істеуге қажетті құрал-жабдықтармен толықтай жабдықталса, наурыз айында салтанатты түрде ашылады дейді ауыл басшылығы. Ғимарат 23-ші орта білім беру мектебінің сол жақ корпусында орналасқан. Жаңа әкімшілік аумақтық бірлік ауыл орталығы салынғанға дейін әзірге ауылға тұрғындарына қызметті осы жерде көрсетілетін болады. Қазір қоғамдық мекемелермен 50-ге жақын қызметкері осы Рахат яғни Кендірлі ауылына қарасты тұрғындарды 50-ге жақын қызметкерді әлеуметтік қоғамдық жұмыстармен жұмылдыру жөнінде мәселелерді қарап жатырмыз. Одан әрі қала әкімі Рауан шағын аудандағы жарық бағаналары мен жаңадан орнатылған орындықтарды тексеріп шықты. Сондай-ақ шағын ауданның абаттандырылуымен де танысты. Тексеру соңында Қызылсай ауылындағы дәрігерлік амбулатория ғимаратының құрылыс жұмыстарын көріп, мекемеге керекті құрал-жабдықтар жөнінде ұсыныс айтып, жауаптыларға бірқатар тапсырмалар жүктеді. Айна Мейрамбайқызы, Бақали Зиядинов, жаңалықтар. Бозжыра маңына этноауыл салынатын болды. Қарағия ауданының әкімі Қыдырберді Беков пен Тезис Ақтау Турт компаниясының бас директоры Арман Ниязбеков өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Осы құжатқа сай инвесторға бірқатар негізгі міндеттер жүктелді. Мәселен, жергілікті тұрғындарды жұмысқа тартып, қонақ үй және мейрамхана ісі бойынша қызмет көрсету саласында мамандар даярлайды. Инвесторға жүктелетін тағы бір міндет шағын және орта бизнесті қолдау мақсатында жергілікті кәсіпкерлермен, сондай-ақ ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер, қолданбалы өнер, қолөнер шеберлері сияқты тұрғындармен шарт жасасу. Олар үшін жәрмеңкелер ұйымдастыру және сауда-саттыққа арнайы орындары бөлу. Саяхатшыларды этноауылдан Бозжыра шатқалына дейін жеткізетін түйе мен жылқыны да жергілікті тұрғындардан жалға алу жайы қарастырылған. Соның арқасында кәсіпкерлік дамып, тұрғындардың әл-ауқаты арта түспек. Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына сонымен бірге облыстың туризм саласын дамытуға үлкен бір әсер беретін бірде-бір
ерекше жобаның бірі деп ойлаймын. Сонымен қатар мына жұмыссыздық мәселесі, ауылдық елді мекенде, соның ішінде мына біздің Сенег ауылындағы мына біздің дәстүрлі ұлттық тағамдардың қызмет көрсету бағыттардың дамуына үлкен мүмкіндік береді. Бүгін күні осы жобаны жүзеге асыруына біздің ауданның тұрғындарының үлкен мүмкіндіктері бар екені көзіміз жетіп отыр. Сенег ауылының кәсіпкерлері туристік жоба істерін дамытуға жол ашады деп санайды. Түйенің сүтінен түрлі өнімдер дайындайтын Айжан Сайынова 9 жылдан бері мал шаруашылығымен айналысады. Қазір ауыл аймақты табиғи өнімдермен қамтамасыз етіп отыр. Балғаймақ, құрт, ірімшік әзірлейді. Ұлттық дәмнің түр-түрін саяхатшыларға да ұсынуға даяр. Бозжыраға келген туристерге неге апарып табиғи өнімдерді сатпасқа? Себебі бізде табиғи өнімдер сұранысқа ие деп отыр. Ол жақтан да бізге сұраныс түсіп жатса, біз қуана-қуана келсеміз, апарамыз, ұсынамыз өзіміздің табиғи өнімімізді. Ешқандай ол жағынан қысылыс жоқ. Жоба іске асса, кәсібінің өркендей түсеріне Маржан Тыжанбаева да сенеді. 15 жылдан бері жүннен қолөнер бұйымдарын әзірлеп, тігіншілікпен айналысатын ол туристердің көптеп келуі тек кәсіпкерлерге ғана емес, ауыл халқының тұрмысына оң әсер етеді деп санайды. Туризм саласы дамып жатса, шетелдіктер осындайға қызығады, табиғи өнімдерге қызығады. Сондықтан осыларды тігіп, көркейтіп дамытсақ қарсы емеспіз. Осы туризм саласының дамуына жастарға да көп үлкен мүмкіндік көп. Әкімдік этноауыл жобасын жүзеге асыру жұмыстарын ұйымдастыруды, инженерлік инфрақұрылымдық желімен қамтамасыз етілуін бақылауды міндетіне алады. Ал инвесторға қойылатын басты талаптардың бірі аумақтың флорасы мен фаунасына, топырақ қабаттарына залал келмеуі тиіс. Жоба негізінде этап-этаппен болып жатыр. Өзгенде жер мәселесі қарастырылды, 4-5 варианттар қарастырылып, осы вариантқа келіп тоқтатылып жатыр. Сөйтіп, Құдай қаласа жобаланып, экспертизаға дайындалып, экспертизаны өткен екен, сараптама өткен екен, құрылыс басталды. Ол жерде мысалға косвенік конвенционное сооружение дегені бар. Мысалға біздің қалдықтарды, нелерді қайта өңдеп, олардың қайтан суғаруға, соған қолданады. Одан қалған қатты қалдықтарды олардың бәрі пресселет жиналады. Одан кейін оларды специальный полигондарға жаңа өзенде тұрған союға апарылады. Айта кетейік, жоба бойынша этноауыл шатқалдан 4 шақырым қашықтықта 28 гектардан астам аумаққа салынады. Айнұр Маратқызы, Саламат Қайыпов, жаңалықтар. Ал Сенег ауылының тұрғыны жеке кәсіпкер өзінің ауласынан шығатын жерасты табиғи суын көпшілікке ұсынуда. Бұған дейін су зертханаларға тапсырылып, химиялық құрамы мен минералдылығы тексеруден өткен. Кәсіпкер өз өнімін 1 литр және 19 литр құтыларға дайындаған. Сондай-ақ пластикалық бөтелкелерді үрлейтін және жұмыс барысында қолданылатын құрылғыларды шетелден алдырған. Қазіргі уақытта Жаңаөзен қаласындағы мекемелердің кеңселерінен тапсырыс алып, жеткізіп беріп отыр. Кәсіпкер алдағы уақытта кәсібін ұлғайтып, басқа да аудандар мен қалаларға сатуды жоспарлауда. Жаңа туған балаларды заңмен белгіленген мерзімде тіркеуден өткізіп, мерзімінде туу туралы куәліктерін алу ата-аналардың жеке басының міндеттері. Бүгінде аталған қызметтерді онлайн алу жолдары бар. Ол үшін алдымен порталда авторизациядан өтіп, онлайн сұратын батырмасын басу керек. Өтінімді толтырған соң электрондық цифрлық қолтаңба немесе SMS хабарлама паролінің көмегімен қол қоясыз. Содан соң жеке кабинетте көрсетілген уақыт ішінде келіп түсетін сіздің өтініміңізді өңдеу туралы хабарламамен танысыңыз. Хабарламада көрсетілген уақытта АХ бөліміне өзіңізбен бірге туу туралы медициналық куәлік, неке қию туралы куәлік және ана мен әкенің жеке куәліктерін алып бару қажет. Қазақстанның қорғаныс министрлігі мен Қазақ радиосы бірлескен жобаны іске қосты. Соның арқасында әскери қызметшілер ата-аналарына, туыстары мен достарына сәлем жолдап, жауап ретінде құттықтаулар алады. Бағдарлама әр жексенбі сайын эфирге шығады. Мұндай жаңалыққа әскериліктер дән риза. Қазақстан сарбазы бағдарламасы аясында сәлем сарбаз музыкалық ойын-сауық жобасы жүзеге асырылуда. Бұл мерзімді қызметтегі сарбаздарға туыстармен байланысты сезінуге, жаңалықтармен және маңызды оқиғалармен бөлісуге мүмкіндік береді. Бағдарламаға атсалысқан әскерилер радио ұжымына алғыстарын жеткізді. Қазақстан Республикасы әскери теңіз күштерінің Ақтау қаласындағы әскери бөлімінің матросы Табыс Мерей бүгінгі өткен Қазақ радиосынан әуе толқынында Қазақстан сарбазы атты хабарландырудың тұсаукесерін қаруластар достарымен тыңдадық. Бағдарлама барысында өзімізге керекті ақпараттар мен ауқымды мәліметтер алдық. Демалыс күніміздің 1 сағат уақыты осы бағдарлама арқылы қызықты өтуіне мен сенімдімін. Қазақ радиосының
ұжымына әскери теңіз күштерінің матростар атынан алғысымызды білдіреміз. Қызметкерлердің сөзінше, осындай бағдарламалар жауынгерлік рухты көтеріп, әскери борышты орындауға шабыттандырады. Жастарға патриоттық сезім сыйлап, отан сүйгіштікке тәрбиелейді. Сондықтан аталмыш жобалардың тыңдарманға жол тартуын құба-құп санайды. Сарбаздар ата-аналарынан, туған-туыстарынан, бауырларынан жылы лебіздер, құттықтаулар естіді, барлығы қуанышты. Маған да бүгін ата-анам хабарласып радиодан мені де құттықтап жатыр. Ата-анама рахмет, көп алғыс. Әр жексенбі сайын осы бағдарламаны естуге, тыңдап тұруға тырысамыз. Естеріңізге сала кетейік, бағдарлама әр жексенбі сайын Нұрсұлтан уақытымен сағат 10:00-ден 11:00-ге дейінгі аралықта эфирге шығады. Жауынгерлердің туыстары өз құттықтауларын 8-775-759-88-85 арнайы телефон номеріне қоңырау шалу арқылы жолдай алады. Айжанат Қазиева, жаңалықтар. Қаламызда егеменді Қазақстан әскерінің Тәжік ауған шекарасынан шығарылғанына 20 жыл толуына орай көптеген істер атқарылып келеді. Түрлі сала мамандары 2 аптадан бері осы мейрамға байланысты байқаулар мен жиындарда белсенділік танытуда. Сондай-ақ Рахмет Өтесінов атындағы спорт кешенінің спортшылары өткен сенбіде каратэ-додан ашық турнир өткізді. Толығырақ тілші бейнематериалында. Жарысқа 20-дан астам спортшы қатысты. Қыздар және ұлдар арасында өткізілген байқаудың төрешілері спорт бөлімінің мамандары мен ардагерлер үйінен келді. Каратешілер арасында өткен турнирдің басқа жарыстардан ерекшелігі бетке ұрмай күшті денеге тигізбеуінде. Дене шынықтыру бөлімі атынан аталған байқауға алғыс хаттар мен медальдар бөлінген. Спорттағы жетістік тынымсыз еңбек пен күнделікті жаттығудың арқасында келеді дейді жаттықтырушы. Алдағы мақсатымыз осы балдарды осы қалалық жарыстарда тәжірибесін өсіріп, облыстық, қазақстандық, әлемдік деңгейлерде осындай Жаңаөзен қаласының, кішкентай Жаңаөзен қаласының балдарын үлкен жарыстарда көру алдағы мақсаттарымыз. Қатысушылардың спортқа деген құштарлығы әрбір қимылдарынан ақ байқалады. Нұрдәулет Құттыбай спортқа 4 жылдан бері қатысып келеді. Сол аралықта республикалық халықаралық жарыстарда оқ бойы оза шауып, бәйге алып жүр. Қырғызстан мен Россиядан 3-ші орын, Нұрсұлтаннан және республиканың басқа да қалаларынан жеңіспен оралып келеді. Салауатты өмір салтына құлшыншысы жоғары жасөспірім аталған спорт бөліміндегі аға жаттықтырушыларына алғысын айтты. Осы барлық жарыстарға барып жүрген кезде ағайларым маған көмектесіп тұрады. Олар Азамат ағай және Мирас ағай, олар маған күнде дайындап жарысқа дайындайды. Әдетте денсаулық сақтау ұйымдары каратеде іштен төмен тыныс алу керек. Мұндай тыныс алу көкірек бұлшықеттерін сақтауға мүмкіндік береді және ол техникалық әдістерді орындауға аса қажетті дейді. Мөлдір Әбиева, Қаршыға Байтөре, жаңалықтар. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.